Selamünaleyküm ballar. Oturayım. Hürmetli okuvchilar, bugungi savolimiz kundelikli savatdan o'zgacha sinfda bizning savolimizni baholashga qarovchi artistlar ruxsat kelib o'tdi. Al savolimizni taklif qildi. Bir kungi savatni boshlamas burun hurmatli o'quvchilar, sartlikni qo'llanmaymiz, tasmaymiz. Kundelikli o'tib yurgan savolimiz sekildi va sol savat deb qana ayirmachiligimiz aslında bir neçe ben muğallim. Vallahi sabahlı başlaması burun, жаңа taqırıqqa көшпесі burun biz өткен taqırıqlarda, өткен sabahta esке түсіріп alayım. Taqta ko'rinib turma? Mutlaq taqtaga nazar audaraylik. Endi hurmatli o'quvchilar, men oldingi sabaqda boshqacha dayındagan bo'lardim. Senderдің 2-3 bola kelmей qoldi. Сол себепті ана жақта ауыстырдық. Енді десек те, мен бағалау парағын онлайн жасаған басқатпен. Енді қазір мәліметтердің өзгеруіне орай жауап берген оқушыға бір-бір медальдан беріп отырамын. Түсінікті ғой, қол көтереміз, өткен тақырыпты пысықтап, мұқият тақтаға назар аударайық. Өткен сабақтың бірнеше сұрақтармен пысықтап өтейік. Біз барабан айналдырамыз. Және білетін ұяшыққа қол көтеріп жауап берейік. Excel мәтіндік редакторын шығарған фирма. Қай жерде? Excel қайда табушық біз компьютерға кірген кезде? Пуск, все программы, стандартные, әрі қарай Еркен, айтады. Microsoft, Excel. Жақсы дәресін көрейік. Жауап дұрыс берген? Еркендір, медаль құтты болсын. Келесі. Келесі сұрағымыз, ұяшық дегеніміз не? Ұяшық дегеніміз не? Бағанның жалпы атауы, баған мен жолдың қиылысқан орны, жолдың жалпы атауы. Қол көтеріңіз. Бағанның жалпы атауы дейді. Жауап тексерейік. Өкінішке орай. Баған мен жолдың қиылысқан жері екен. Әрі қарай. Ерек қота өріс дегеніміз не? Кесте түріндегі мазаның бір мағынасы, жолдар, кесте мәліметінің толық беті және ұяшықтар. Өріс дегеніміз не? Әсер? Ауылге өріс дегеніміз не? Өріс бір жауабымыз. Тұр орнынан тұрып. Қайсы жауап дұрыс деп ойлайсың? Өріс деген кесте түріндегі базаның бір мағынасы. Тексеріп көрейік. Молодец, қарайсың. Бір медаль құтты болсын. Әсер жауап. Келесі. Бұрын құрылған құжатты қалай ашамыз? Бұрын құрылған құжатты қалай ашамыз? Түзету, тазарту, түзету, ашу, файл ашу. Нұрай. Файл ашу, тексеріп көрейік. Молодец, жарайсың, медаль құтты болсын. Келесі сұрақ. Бірінші сұрағымыз алды, қыздар, олар белгіленсін. Excel ұяшығына формула енгізу үшін мына белгіден бастаймыз. Қандай белгіден бастаушы еді? Қосу, алу, тең және жұлдызша. Қандай белгіден бастаймыз?
Формула жазып жүр. Айта беріңіз. Жұлдызшадан емес ау, бірақ тексеріп көрейік. Қандай берекше екен? Тең берекшесінен бастаймыз. Қалай ұмытып қаласыңдар, онсыз есептерін шықпайды осымен. Excel құрылатын файлдың кеңейтілуі. NDB, XLS және DOC. Айғат не дейсің? XLS дейді, тексеріп көрейік. Неге айтпайсыңдар, біреудің қорқып отырсыңдар ма? Жұлдызшаны алып. Так, келесі қайда кетті? Айналып кетті ма? Маған мен жолдың қиылысқан жері не нәрсе екен? Яшық. Жайды өзім алсайын бір медаль. Неге кетпейсіңдер? Жақсы. Так, енді балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз біздің ақпаратты іздеу әдістері. Бүгінгі күнді жазайық дәптіге. Және тақырыбымызды жазып көрейік. Бүгінгі күнмен ақпаратты іздеу әдістері. Ақпаратты іздеу әдістері. Жазып болса, қаламсаптарыңызды қойып, тақтаға назар аударайық. Тақтаға назар аударайық. Так, менің әріптесім көмекші, сендерге мұқият кәсіпсіздер, тақтаға назар аударайық. Сәлем достар, ақпарат біздің өміріміздің маңызды құрамдас бөлігі. Ақпаратпен жұмыс істейтін әр адамның іс-әрекетінің маңызды бөлігі ақпаратты іздеу болып саналады. Әрине ақпаратты іздеудің өзіндік тәсілдері бар. Бүгінгі сабақты мұқият тыңдаңдар. Сабағымыздың тақырыбы ақпараттарды іздеу тәсілдері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, құрметті оқушылар, деректерді іздеу, сұрыптау және сүзгілеуді жүзеге асыру. Соны үйрену. Енді сабақты бастамас бұрын балалар, мен сендерге шағын бүгінгі жаңа тақырыбымызды шолып түсіндіріп өтейін. Мұқият. Балалар, ақпарат дегеніміз не жалпы? Анықтамасы бар еді ғой біздің. Ақпарат дегеніміз нәрсе еді? Бар ма біздің қоршаған ортада ақпарат бар ма? Жоқ па еді? Бар ма? Бар болса қандай? Ақпарат жоқ па еді? Ақпарат дегеніміз неше түрі бар еді? Неше түрі бар еді ақпарат? 3 түрі. Тағы аздау 5 түрі бар. Жақсы, қандай еді? Мәтіндік. Мәтіндік. Сандық. Мәтіндік, сандық, дыбыстық. WhatsApp-пен не жібересіңдер? Елге. SMS-дің ішінде не бар? Сан бар, мәтін бар, тағы не жазасыңдар?
Видео жібересіңдер ма? Жібересіңдер, сурет жібересіңдер ма? Жібересіңдер, аудио жібересіңдер ма бір-біріңе? Жібересіңдер, ақпарат деген сол емес, оны жібермесіңдер. Қандай ол ақпарат болады? Осы 5 түр бар. Осы 5 түрлі ақпаратты біз есептей аламыз. Ақпараттың көлемі бар ма? Қандай ең кіші өлшемі? Bir байтта неше? 8 бит бар тұғын, я? Ақпараттың көлеміндегі сол 8 байт өлшем 8 биттік өлшеммен кететін мәліметтің барлық ақпарат. Енді бүгінгі тақырыбымызда сол ақпараттарды сұрыптау дейді. Excel-іміз біздің қандай ақпаратпен жұмыс істеуші? Мәтін ақпараттардың қандай түрмен жұмыс істейді Excel программасы? Мәтіндік және цифрлық, яғни мәтіндік және сандық ақпараттармен жұмыс істейді. Сол себепті мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істейтіндіктен бұл жерде мәліметтер қоры өте көп, үлкен, ауқымды. Мысалы, біздің мектепте 485 оқушы болса, сол 485 оқушыны біз іздеп отырмаймыз. Қазір сендерге жолын тәсілдерін көрсетемін. Деректерді сұрыптау дегеніміз сол, яғни сүзгілеу. Деректерді сүзгілеу дегеніміз мәліметтер қоры ішінен қандай да бір тәсілмен сол мәліметті ғана жеке таңдап алу. Сұрыптаудың бірнеше түрі бар. Қарапайым түрі және күрделендірілген түрі. Қарапайым түрінде бір ғана баған бойынша жұмыс істейміз, яғни бір ғана столба бойынша. Бір ғана столба бойынша мәліметтерді іздей аламыз. Ал кеңейтілген түрінде біз бір мәліметтер ішіндегі, бір құжаттың ішіндегі мәліметтерді бірнеше баған бойынша іздеп таба аламыз. Қазір жұмыс барысында, тәжірибе барысында көретін боласыңдар. Мен сендерге азғантай тәжірибелік жұмысты көрсетіп өтейін. Тақтаға мұқият назар аударайық. Қазір олар практикалық жұмыс орындаймыз. Мысал үшін, мен қандай да бір сынып үлгерімін алдым. Бұл жерде бірнеше бағандар бар. A, B, C, D, әрі кете береді. Енді сұрыптау бізге не үшін қажетті? Мен қажетті мәліметтер тегін таңдап аламын. Мысалы, аты жөні, пәндері, осы бөлікті таңдап алу үшін мұқият тақтаға назар аударайық. Сол жолдың үстінде тышқан меңзеп бірлетіп басамын. Жол белсендірленді ме? Белсенді болды, әрі қарай главное меню жол ағында сортировка и фильтры командасы бар. Көрініп тұр ма, или свет сөндірей ме? Көрініп тұрса қараңдар. Сортировка и фильтры бөлімі. Фильтр бөлімі бірыңғай сүзгілеу қазақша. Ал бірнеше жаңа қарапайым әдістерін айтып кеттім. Бір баған бойынша ғана адан яға дейін, немесе керісінше ядан аға дейін. Көрінбейді ау сендер осы тақта қарайықшы. Және де осы фильтр бөліміне кіріп көрейік. Фильтр бөліміне кірдім. Қандай өзгеріс пайда болды? Қандай өзгешелік көрдік? Түсі өзгерген жоқ. Не өзгерді? Пәндердің аттары. Қастарынан не шықты? Стрелкалар шықты, қасына? Стрелкаларды басып көрейік. Оның ішінде не бар? Сортировка дәл жаңағы және поиск және аты жөнді оқушылар. Қараңдар, маған бұл жерде қарапайым бірақ оқушы қажет деді. Мысалы, Әубәкір Нұржігітті таңдап алды. Окей. Не мәлімет өзгерді? Тек қана Нұржігітті ғана мәлімет шықты. Енді қайтадан орнына қоямын. Енді маған осы жерден оқушыларды керісінше астынан бастап үстіне дейін сүзгілеу керек. Ол үшін не істеймін? Мұқият тақтаға назар аударайық. Сортировка я аға дейін. Мынау адан яға дейін алфавит бойынша жоғарыдан төмен, ядан аға дейін дегеніміз жоғарыдан төменнен үстіге қарай. Не өзгерді? Төмендегілер үстіге қарай ауысып кетті, көрдіңдер ме бұны? Алфавиттің ең соңындағы әріп
үстіге қарай ауысты. Және де тағы да мына жерде маған көмекші тағы бір құрал сортировканың. Бұл бізде кітапта жоқ, бірақ мен сендерге мұқият айтуды жөн көрдім. Клавиатурада Ctrl, ағылшынша F деген перде бар. Бұл жерде найти және заменить деген сөз тұр. Мұқият қараңдар. Маған найти десем, мысалы, Нұраят деген оқушыны табуым керек. Так, Нұраят деген оқушы мені табылды. Екі жерде тұр. Нұраят деген оқушыны таптым. Мен сол Нұраят деген сөзді басқа әріпке ауыстырғым келеді. Нұраятты мен Наурыз деген адамға ауыстырып қоямын. Заменить. Көрдік па? Нұраятымыз біздің Наурыз деген адамға ауыстырып кетті. Қазір практика жүзінде осы тапсырма сендерге мұқият беретін боламын, мұқият түсініп алайық. Сортировка бөлімін. Сүзгіні қалай қоямыз? Ең бірінші не таңдап аламыз? Бірінші, бізге мәліметтер қоры тұрған жерді мұқият белгілеп алуымыз керек. Мысалы, мен аты жөнін белгілеп аламыз. Әрі қарай не істейміз? Сортировка фильтрге барамыз. Әрі қарай фильтр командасын орындаймыз. Фильтр командасының ішінде не бар бізде? Оқушылардың аты жөні бойынша сұрыптау, және жоғарыдан төмен, төменнен жоғары, және мен соңғы айтып кеткен найти. Қайсы? Ctrl F. Заменить. Түсінікті ма ана жерде? Енді балалар, мен сендерге қазір тапсырма бергім келіп тұр практикалық жұмыс ретінде. Жүктік жұмыс. Яғни қазір мына 10 компьютер қосылып тұр мына жерде. 10 компьютерде сендер алдында жазып кеткен өздерінің мәліметтері тұр сынып туралы. Компьютер отыра алайықшы. Қазір мен жүктарым сосын тауып беремін. Компьютерға отыра алайық. Мына жақтағы екі компьютер екен. Қосылып тұр, істеп тұр. Экранға тиссеңдер, мышқа қосқанда компьютер істеп тұр. Жұмыс үстелінде 9А деген құжаттарын тұр сендер. Тоғыз А деген құжатты ашамыз. Өйткені мына жерде бір компьютер бос қалды. Кетті. Так, жұмыс үстелінде 9А деген құжаттарды көрдік па, аштық па? Енді сендерге не істеу керек? Мұқият тақтар назар аударайық. Сендерге оқушының негізгі сұрыптаушы тапсырмасы бойынша деректерді сынып бағаны бойынша өсу ретімен жазайық. Сынып бағаны бойынша өсу ретімен. Ол үшін не істейміз бірінші? Сортировка фильтр. Сынып бағаны бойынша. Яғни сынып бағаны сендер нешеде тұр? Сынып бағаны жоқ қой сендерде? Бар ма әлде сынып бағаны алғаны? Сынып бағанасы бар ма? Так, жарайды. Үлгерімдер бойынша соңынан үлгерімдерді өсу ретімен жазып көрейікші. Өсу ретімен.
өсу ретімен жазайық. Сосын екінші сынып ішіндегі тегі, яғни фамилиясы бойынша мәліметтерді кері, яғни кегу ретімен. Жоғарыдан төмен қарай, яғни ядан аға қарай. Фамилия бойынша мәлімет. Фамилия бойынша мәліметті ядан аға қарай. Орындалды ма? Тегі дұрыс, аға дұрыс. Жақсы. Ертең орындалды ма? Жоқ, тыныштан кетіп қандай болсын. Тегі бойынша камера. Так, аяқ орындалды. Камерды filtre аяқта. Главное менюді дедім ғой жаңа. Неге мұқият тыңдамайсыздар? Дұрыс. Сен фильтрме да? Так, дұрыс. Енді дұрыс барлығы дұрыс орындалды. Келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырманы келесі балалар орындайды. Орныңызбен ауысып кетейікші, көршілес орындармен ауысыңдар. Так, мына жерге Еркен мына жаққа кел. Юрасанмен қалай. Көршілес орнымызбен ауысайық. Жылдан. Ауысайық. Жол жасыр ғана тапмай орнына. Мына, келді. Сендер екеуі бірігіп кетті ме? Дәрі болсынсыңдар ма? Дәген, тақтан назар тұрайық. Енді пән бағанасы бар емес пе бізде? Сендерде пән бағанасы бар, иә? Пән бағанасы бойынша маған тек қана информатика пәнін ғана қалдырып беріңізші. Пән бағанасы бойынша тек қана информатика пәні. Бір-бірімізге кедергі келтіріп, жүкпен ауыстық қой. Пән бойынша тек қана информатика қалсыншы ма? Так, Мұхаммед, жақсы. Тек қана информатика. Так, дұрыс. Тек қана информатика деген сөз оқып тұрсың мына жерде. Так, барлығыныкі орындалды, тек қана айғаным мен зерек. Естедіңіз? Тек қана информатикасы. Сені естедіңіз. Тәйір өшіріп отырсың ма? Енді білсен, мені сынап отырсың, баны естімейсің деп. Барлығымыз орындалды ма? Әрі қарай кет. Мен қазір айғаным мен зереден басқа бір медальдарын дайындап қоямын. Келіп ала қойым. Еркен ұр. Олар барлығы. Менде 8 медаль дайындап, 2 медаль жоқ. Бір медальдарын алып
berarti. Alaver. Өзен қоржындардан бар қосып қойдым. Келесі тапсырма. Келесі тапсырма. Хобби бойынша. Бар ма? Бірінші, Excel'ді өз қалпына келтірді құжаттарды. Бүкіл фильтрдің бәрін алып тастаңдар. Бүкіл пәннің бәрін белгілендір. Қайтадан өз бастапқы қалпына келтіріп қойдым. Келтірдік па? Бастапқы қалпына. Қай жерде фильтр бар, соның бәрін белгілеп қой. Қалай бұздық, солай қоямыз. Қойылды. Жақсы, енді маған хобби деген бөлім бар, я? Хобби бөлімінен кему ретімен сұрыптау. Хобби бөлімін кему ретімен сұрыптау. Кему реті қандай? Білмеймін. Қазір мен дұрыс қате екен айтайын. Кему реті. Кему реті қайсыдан дейді? Бұлға неше шағады? Не рет? Адан яға дейін? Немесе? Адан яға дейін ол өсу реті ғой? Ядан аға дейін кему, яғни үстіге арай. Орындалды ма? Ең бірінші футбол сөзінен басталу керек тұғын. Дұрыс. Жақсы. Орындалды. Енді маған тек қана 4-ке оқитын оқушылар шығарып беріңдер. Тек қана 4-ке оқитын оқушылар. Маған тек қана 4-ке оқитын оқушылар шығарып беріңіз. Тек қана жарайсың. Тек қана 4-ке. Не ол сәнсен? Бестен ба? 5 пен 3 тағы да ойладым. Бес пен 3-ті алып тастаймыз, не алады? Жақсы, жарайсыздар. Барлығын орындалды, я? Барлығымызды орындалды. Бір-бір ұпайларымды алуларына болады. Миллиондар бір-бір ұпай. Енді құжатты бастапқы қалпына келтірейік. Жылдамдығын отыра алайық. Құжатты бастапқы қалпына келтіру. Құжатты бастапқы қалпына келтіреміз. Бастапқы қалпына келтіру. Қай жерден құрттым жазып? Жоқ, құртқан жерді бас бірінші. Қай жерден құрттым? Соны бас. Жарайсыз, болды. Келді ма? Жақсы.
Жақсы. Барлығымызды орын алды, иә? Енді құжаттарыңды басқа өздерінің атауларымен сақтаңдар да партаға келіп отырыңдар. Қалай еді басқа атпен сақтау? Файл, сохранить как? Файл сохранить как? Файл жоғары жақ бөлімде. Сохранить как? Өз атауларын жазыңдар, сақтаңдар, партаға келіп отырасыздар. Файл сохранить как? Өз атауларын жазамыз. Өз атауларын жазыңдар. Сохранить как? Файл сохранить как? Сохранить как па? Я көшен рабочий столға. Рабочий столға де. Өзінің атын жазыңдар. Дұрыс. Өз атын жаз. Сақтау. Файл сохранить как? Міндетті түрде. Конечно. Ертеңін сақтауды сен уже. Онда тұрсын, Рамазан ойын. Болды, екісі басып шықты кетеді. Сосын партаға отырады. Жалғасында сақтайды, өз атауларымен. Келесі сабақта тағы да жалғастырасын. Отыра қалады. Балалар, кішкене ой қозғау сұрақтар осы тақырып бойынша қол көтереміз, жауап береміз. Кестедегі деректерді реттеуге не көмектеседі? Тәжірибелік жұмыстар бойынша не көмектеседі сендерге? Кестедегі мәліметтерді реттеуге. Сортировка, яғни сұрыптауыш. Мәселе. Келесі сұрақ. Үлкен тізімнен қажетті ақпаратты қалай тез табуға болады? Дұрыс. Тағы. Поиск. Яғни сол мәліметтерді ашамыз және ішінен қажет дүниені тауып аламыз. Алфавиттік тәртіппен нені реттеуге болады? Тізім яғни, иә? Дұрыс, жарайсың. Деректердің өзін өзгертпей, жолдардың ретін қалай реттеуге болады? Не нәрсе? Жоқ. Жоқ. Сортировка бөлімі, бірақ кестелерді өзгертпейміз. Мәліметтер сол күйі тұрады. Бірақ орындар ауысып кетеді. Қалай? Зере дұрыс айтып отырсың жобасы. Яғни не бойынша? Астыдан үстіге деген не дейді? Яғни өсу алфавиттік және егу бойынша. Белгілейін ба Зереге? Қарсы емессіздер ме? Так, құрметті оқушылар, енді алдарында жекелей жұмыс. Сендерге бір бос парақшалар бердім. Аты жөндерін жазасыңдар бірінші. Ешкім кедергі келтірмейді. Аты жөнімізді жазамыз. Кітап-дәптер парақтамаймыз. Бүгінгі ойымызда не қалды? Дәл сол мәліметті түсіндіреміз. Жетпей алды? Неге 10 еді ойыз? Ручка іздеп отырсыз бе? Еді? Бүгінгі сабақта не есімізде қалды? Соны мұқият жазамыз.
Tap deriştiğini aktarmayız. Öz oyunumuz. Bu sapmagan jekeli жұмыстарын жинап беріңдер. Және бүгінгі сабаққа кері байланысыңыз бар. Үш қана сөзден кері байланыс. Bir сөзден үш сөз. Geri байланыс үш сөзден аударып таратты. Маған қызықты болды қай жері, бұл қиындық туғызды қай жері, осы мені ойландырды қай жері. Медальдарды санаймыз біз.
Кері қайнасы толтырып жүр. Үш қана сөзбен кері байланысты бере қойды, сосын тақтынан назар аударайды. Енді балалар тақтаға мұқият назар аударыңдаршы. Шынайы әрі әділ түрде. Барлығы түсінікті болды, сұрақтарым бар, және түсініксіз. Еркені бастай қойшы. Қай перденің басын келдің? Барлығы түсінікті. Келесі. Айдан тұрған. Барлығы түсінікті. Келесі. Айда қойшы. Барлығы түсінікті. Келесі. Ешкімде артық сұрағы жоқ па? Келесі тұрдан жүр. Бүгін тақырып бойынша барлығы түсінікті. Келесі. Нұрет. Барлығы түсінікті. Бегас. Барлығы түсінікті. Келесі. Бегас. Барлығы түсінікті. Барлығы түсінікті. Нәзір. Барлығы түсінікті. Нұрет. Ешкімді сұрап жоқ па? Балалар, молодец, жарайсыңдар. Бүгінгі сабаққа белсенділік танытқандарың үшін рахмет. Медальдарын көтеріп қойыңдаршы, мен көрейін кімде қанша медаль алған. Жақсы, ең көп медаль Нұраятта келді. Балалар, үйге тапсырма. Дәптерде, тақырыптың соңында дәптерде орындайық бөлімі бар. Сол бөлімде дәптерде орындаймыз. Сабаққа қатысқандар